Егер сіздерде осындай ангел немесе М8, в общем любой китайский скутер тартпайтын болса, не істеу керек екенін үйретемін. Айда анда максимум 30-40 дейін ана барады. Газды полностью басқан кезде вообще жүрмейді, тұншығып қалады. Егер біріншісі карбюратор деп ойласаңыздар, баяғыда нормальный жүретін болса и уақыт келе сондай болып қалса, онда карбюратордан. Ал екіншісі ол искрадан болуы мүмкін. Ең бірінші сіздер мына жерге отырасыздар. Мына жерде катушка деген болады, коммутатор ма, катушка ма. Осыған мынандай шлейф келіп тұрады. Осын былай ұстап көргенде мынау былай бос тұрмау керек. То есть былай нормально тұр. Былай бос тұрмау керек та. Егер бос тұрса, мынаны шығарып аласыз да. Мынау кішкене ашылып тұр, арасы көрдіңіздер ме? Мындай плоскоупцияды аласыз. Былай ұстайсыз да. Басасыз. Міне ортасы жабылды. Екіншісінде сөйтіп қысып жібересіз, ортасы жабылады. Сонда мына жерге плотно отырады. Обязательно жасылға арасын араға кіргізіп қоясыздар. Және екінші проблема мынадан болуы мүмкін. В общем, мына жақтан қарасаңыздар, свеча бар. Мына жерден свечной наконечник. Соны шығарып аласыздар да. Мынандай болады. Осыны ауыстырып көресіздер. Бұл 500 теңге тұрады. Или 800 теңге тұрады қазір. Осыны ауыстырып көресіздер. Так, сосын одан да болмаса мына жерде қара провод. Қара қызыл. Осыны шығарып көресіздер. Ол жерде де контакт жақсы болып тұру керек. Бұл енді самый главныйлары. Бұдан да болмаса мына жерде 4 бұрышты коммутатор болады. Кейбір мопедтерде менікінде алдында тұрады. Міне мынау. Бірақ бұл аса атты кете бермейді. Бұны досыңыздан ба сұрап ауыстырып көрсеңіз болады. Егер бәрін сатып ала берсеңіз, бұл болмаса бекер алады ол. Одан да болмаса мына катушканы ауыстырып көріп болады. Ауыстырып көресіз. Мен осыны 4 күн болып таппағаным. Қай жақтан кеткен, даже головканы шешіп меткаларды көрдім. Меткалар енді самый крайний случайда көресіздер. Бір метка кете қоймас. No. Клапан ғой. Клапандары нормальный. Мына жерге бензин қойып көрсеңіздерде, кішкене чуть-чуть ағып тұрса, бәрібір отала береді. Ол не критичный. Ал мендегі проблема, сонымен тапқан проблема мынандай болыпты. Мына генераторды ауыстырып көрем деп ойладым. Генераторды ауыстырам дедім де, ол үшін моторды бірдеңе тіреу керек болды ол. Мен мынандай жасап алдым. Бұлай жасадым да, тіредім мына жерге қойып. Ойым мен бұлшет сынып кетті. Ойым барып мынандай сатып алып келдім. 3000 теңге тұрады, съемник вариаторы. Енді осы мен шығарам ба білмеймін, түсінмеймін. В общем, сөйтіп генераторды шешіп алдым. Оны шешу үшін де мынандай съемник сатып алдым. Оның алдында менің съемнигім мынандай болатын. Бұлай шешетін. Мынау өте рахат зат екен. Біз шешіп алдым. Ішінің бәрі мынандай. Батпа. Мынау кучаларда батпа. В общем, бұл менің проблемам осында екен. Генератордан тоқ келмей тұр. То есть атты келмейді да.
Мынердің бәрі балша өйткені. Бұл мопедті бір жеті бұрын сатып алдым. Қай жақта айдағанын түсінбеймін. Вариаторының іші де осындай бұтпақ болып кеткен. Мынаның бәрі соның ішінен шықты. Осындай мопед. Проблемасы сол. Мына жерде Honda Cesta тұр. Бұның енді проблемасы сол свечной наконечник болуы мүмкін. Мынау мопед өртеніп кеткен. Быт-шыт шалып. Сау тамтығы қалмаған. М8. Енді менің айтарым сол. Ең жесткий мынау, конечно. Әне алды.